Ишеналы Арабаевдин 140 жылдыгына карата Казакстан Республикасынын президенттик архивинде Залкар агартуучу тууралуу бир нече тарыхый фактылар жазылган. Анда Залкар инсан Ишеналы Арабаевдин агартуучулук эле эмес, дипломатиялык, коомдук ишмердиги тууралуу да материалдар камтылган. Ушул Казакстан Республикасынын президенттик архиви ушул кыргыз казак элинин баалуу мурастарын тарыхын сактоодо да чоң ролду ойноп жатат. Бул архивди кароо алтын казуу элемары бар. Эгер алтында 100 тонна топурактан 100 грамм алтын чыкса, бул жерде миңдеген делонун ичинен ошо истеген инсан тууралуу же болбосо ошол истеген тарыхың тууралуу бир жарым барак гана кагаз жолугуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул архивдер ошол бир кыл мурдакы архивдерди караганда көздүн майын алган, жүрөктүн үшүн алган документтик материалдар менен иштөөгө туура келет. Ишеналы Арабаев Оренбург, Уфадан билим алып келген соң 1913-1916 жылдары мектеп ачып, кыргыз элинин сабатсыздыгын жоюу үчүн жан өрөп иштей баштайт. Бирок капыстан 1916 жылы Үркүн буга бут тозот. Эл менен Кытайдын 3 Турпан деген жерине качып барат. Арадан 1 жыл өткөн соң 1917 жылы революциядан кийин өз мекенине кайтып келген. 1921 жылы ушул Жети Суу областык партия комитетинин протоколдорунда турат. Ишеналы Арабаев нарын көтөрүлүшүнүн чыгуу себептерин иликтөө боюнча комиссияга кирип, ошону жеринен иликтеп келүү боюнча нарынга жөнөткөн. 1920 жылы күзүндө ушул ак көпөстөрдүн нарында косколоң чыккан. Мына ошол косколоңдун чыгып келүү окуясын текшерип, анан ошол Жети Суу областык партия комитетинде атайын доклад менен чыгат. 1917 жылы революциядан соң Кытайда калып калган мекендештерин кайтаруу үчүн алгылыктуу иштерди аткарган. Айтсак, Ленинге кат жазып, Кытайда калган кыргыздарды алып кетүүгө акча бөлдүргөн. Натыйжада 1920 жылы 300 миңге жакын кыргыз жана казак эли өз жерине кайткан. Арабаевдин кызметін Орта Азиялык түрк элдеринин агартуучулук кызмети арнасында карообуз керек. Ишеналы Арабаев 1909-10 жылдары Галия медресесинде Уфада казак зыялылары Бейимбет Малин, Мағжан Жұмабаев және басқа казак зыялыларын бірге окуду. Олар өмір жолын бірге бастады. Бәрі жас жігіттер өмір жолын бірге бастады. Кыргыз тилинин грамматикасын жасаганда Арабаев бір нәрсени билди. Ултты құлдықтан құтқаратын, ұлтты басқа елдермен тең ететін бірақ нәрсе, ол білім және ғылым. Басқа жол жоқ. Басқа ұлтпен теңгерудің бірақ жолы бар. Білімді ұлтқа айналу. Ғылымы бар ұлтқа айналу. Теориялық деңгейі бар ұлтқа айналу. Басқа жол жоқ. Неміс ғалымы Гегель айтады, әлемнің халқын екіге бөледі. Теориялық деңгейі бар ұлттар, теориялық деңгейі жоқ ұлттар деп екіге бөледі. Теориялық деңгейі бар ұлттар, теориялық деңгейі жоқ ұлттарды алдайды, арбайды, қанайды, кемсінтеді. Ұлттық ағартушылықпен қатар, ұлтшылдық сана сезімі қатар жүреді. Бірінсіз бірі болмайды. Ұлттық ағартушылық болған жерде ұлтшылдық болады, ұлттық сана сезім болады. Ұлтшылдық сана сезім, ұлтшылдық қозғалыс, ұлтшылдық күрес ұлттық мемлекеттіліктің қалыптасуымен аяқталады. Ал біз осы Орта Азия халықтарын білуіміз керек, қазіргі буын білу керек. Неге олай болды? Неге Орта Азиялық түркі халықтарының ағартушылығы, оның тағдыры бар болғаны 15-20 жылдан артық болған жоқ, 15-20 жылда аяқталды. Басталды да аяқталды. Репрессия құрбаны болды. Өйткені ұлттық ағартушылық өзінің орнын коммунистік идеологияға беруге тиіс болды. Ошондуктан олар кетуге тиіс болды өмірден. Репрессия құрбаны болды. Бұл Орта Азиялық ағартушылықтың трагедиялық сипаты, трагедиялық ахуалы, жағдай. Біз осыны білуіміз керек.